бейкүнә сәби. Енді тек аман-есен ұлымды босанып алсам, одан өзге ешқандай үміт жоқ менде, деп күрсінген келіншек кеудесіне тығылып өксігін тежей алмады. Медбике қызға басу айтып, келіншектің жасын бет-орамалмен сүртті. Сіз жыламаңыз. Не енді Құдай қаласа 1-2 аптадан соң ол өмірге келеді. Денсаулығы жақсы және аяқ-қолы сап-сау, мықты жігіт болып өседі, деді қыз келіншектің көңіліне ұлаған болып. Мен өмірге келердің алдында атам түс көріпті. Келіннің ішіндегі нәрестесін әкелмесін дүниеге, әйтпесе ол сенің әулетіңе қара күйе болып жағылады деп аян беріпті. Соны ата-мамама ескерткенінде ол тыңдамай мен босанған көрінеді. Міне, енді шынында да маңдайларына кетпесте қара күйе болып жағылдым. Бұдан да өмірге келмегенім жақсы еді. Келіншек тағы жылады. Оның 2 қолы түбінен жоқ, анадан солай туған. Әкесі мен анасының осыны емдету үшін бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Ем іздеумен ел кезіп, қиыр-шығыс Қытайға да барды. Мәскеуге де, Бішкекке де барды. Қытайға барып тапқан емі арнайы батарейкамен жұмыс жасайтын қол. Жалғап қойса кәдімгі қол, бірақ буындары бүгіліп жазылғанымен еш нәрсені бітіре алмайды. Осыған ашуланып кішкене қыз жылайды келіп. Онда кейіннен қолдың тұқылын ауыртып, жара қылып жіберген соң алдыртып тастаған. Содан бір күні анасының әкімге көмек сұрай жазған хатының септігі тиіп, кемтар қызды Алматыдағы арнайы мүгедектердің оқуына жіберген. Ол жақта 4 жыл оқып, ауылдағы мектебіне оралған қыздың қиялы ұшан-теңіз еді. Қаламның бас жағын аузына кіргізіп алып, неше түрлі бояулармен әрлеп, әсемдеп сурет салатын. Алматыдағы оқуының арқасында көп нәрсеге мүмкіндігі артқан еді. Аяғындағы саусақтарының арасына қасық қыстырып алып тамақ ішетін, шашын тарайтын. Аяғының саусақтары арқылы ақпараққа түскен әсем жазуларды айтсаңызшы. Салған суреттерінің барлығына мұғалімдер жоғары баға беріп, оны мектептегі қабырға газеттерінің жанына іліп қоятын. Гүлімжанды титтей басындағы осындай жазылмас дерті ерте сетті. Түндей тұп-тұнық, жанары терең де ойлы, сабағы өте жақсы. Анасы бүкіл жағдайын жасап, тіпті әжетханаға дейін өзі апаратын. Сіңілісі мен әпкесі де қамқорсынып қасында жүретін. Тұрмысы төмен отбасынан шыққан Гүлімжан мектепті бітіріп, үлкен қалаға келгенде оған жатақханада өзге еш жерден орын табылмады. Үлкен бір конкурсқа суретін өткізіп, жүлделі орын алған оған суретшінің арнайы дамытылған университетіне тегін оқуға мүмкіндік болған. Әкесінің інісінің үйіне бармақ болып еді, олар «Мүгедек қызды асырар жағдайымыз жоқ» деп бірден кесіп айтқан. Екінші інісінің үйіне барғанда ананы мынаны сылтауратып, жақтырмай берген тамағын қызғанып, әйтеуір 2 аптаның ішінде ол да қуып шыққан. Содан әпкесі екеуі жатақхананың бір бөлмесінен орын тапқан. Осының жағдайын жасау үшін әпкесі оқуға түспеген, тұрмысқа да шықпаған. Гүлімжанмен бірге оқуға барып, сөмкесінен қағаз қаламын алып, партасының үстіне қойып дайындап беріп кететін. Сабақ аяқталған соң бәрін жинап, қайта сөмкесіне қайта салады. 3-4 ай осылай болған соң, олармен бір бөлмеде тұратын. Гүлімжанмен бірге оқитын Тұнық деген қыз көмектесуді өз қолына алған. Гүлімжанның мұңымен бөлісіп, өзінің сырын айтып, қасынан бір сәтке қалмайтын. Тұнық осылайша кемпір қыздың қайғысын күлкіге айналдырып, тіпті талай рет күйініп өшпекші болған қызды ажалдан да құтқарған. Көбіне 2 құрбы ұзақ сырласқан соң отырып алып сурет салуға кірісетін. Кейде тіпті суретпен тілдесетін. Сосын екеуі шексілесі қата күлетін. Бір күні екеуі соңғы пардан шығып, кештетіп қайтып келе жатыр еді. Ымырт түсіп, кеш болып қалған. Екеуінің соңынан шетел автокөлігінің жарығы түскен. Не озбайды, не қалып кетпейді. Қыздар үрейленіп тез-тез жүре бастайды. Жатақханаға жете беріс бұрылыста әлгі машинаның ішінен 2 жігіт түсіп, бұларды қуып жетіп алды. Қыздар, тоқтаңыздар, танысайық, деді біреуі. Жоқ, болмайды, деді Тұнық қабақшыта. Ондай болса жібермейміз, деп екеуі бұлардың алдына кеп тұра қалды. Қанша қорқып тұрса да сездірткісі келмеген Тұнық кенет қоланы. Жарайды, ал мен жазирамын, деп қолын ұсынды. Әдемісің, ал сіз, деп әлгі қара жігіт Тұнықтың жіберген қолын бұған ұсынып жатып.
Айнұр, деді қарақаттай көздері балбұл жанған Күлімжан. Қолымды алуға жеркенемсіз? Қара жігіт қолын созған күйі бұған қадала қарады. Жоқ. Иә, деді қызарақтаған қыз. Немене, менің қолымның тазалығына күмәніңіз бар ма? Деп ол қолын әлі созып тұр. Қасындағысы үнсіз тұнықта. Көзіне жас толып кеткен Күлімжан, иә, күмәнім бар, деді қасарыса. Онда күмәніңізді сейілтейік, деді жігіт те тістене. Ерік, тық мынаны машинаға. Онсыз жүгіріп келіп мұны бас салды. Арашаға шырылдай түскен тұнық. Жігіттер, тоқтатыңыздар, түсінсейік те. Жоқ, тоқтатыңдар, оның қолы жоқ қой, неге түсінбейсіңдер, деп жатыр. Осы сөзді естіп кенет кідіріп қалған жігіттер қыздың қолының орнын ұстап көрді. Бір сәт үнсіз қалған екеуі бір-біріне ымдап қабақ қағыста қызды қайта көтеріп алып машинаға салды. Қолдың қаншалықты қажет екенін Күлімжан әркез байқаушы еді. Бүгін байқаған тіптен ерекше. Өйткені қорғанушының тырнаса да ұрса да мына екі жауыздан құтылар жоқ. Бірақ амал нешік. Тек аяғын сермей берді. Соңдарынан шыңғыра ұмтылған тұнық машинаның нөмірін жазып алмақшы еді. Олар нөмірді алдын ала жуып тастаған екен. Өзін шаңға тұншықтырып, қараңғыға сіңіп жоғалған машинаның дарылдаған үні, құрбысының жанұшыра шыңғырған даусы қараңғыны тіліп өткендей еді. Тек тез арада не болып үлгергеніне түсінбей қалған тұнық жынды адамша тұрған жерінде жүріліп отыра кетті. Таңды жатақхананың алдында отырып атырды. Дір-дір етіп Күлімжанның амандығын тілегеннен өзге ештеңе бітіре алмады. Ала келуімдеп атып келе жатқан таңның қарсаңында әлі толық жарық түсе қоймаған жатақхананың алдына құр сүлдерін сүйретіп, аяғын әрең алып келе жатқан құрбысын көріп, орнынан атып тұрды. Бас салып құшақтай алды. Не болды жаным-ау, қайдан келдің, қайда барды олар сені? Деп бірден сұрақтың астына алған тұнық, бұның киімінің бәрінің жыртылғандығын, бет-аузының көгергендігін көріп шыңғырып жерге отыра кетті. Бұған есі ауған адамша аңырап қарап тұрған оны жұлқылап. Олай емес, тек олай емес десі. Жоқ, мүмкін емес. Солай, дәл солай. Қателескен жоқсың. Мені зорлап кетті, деді Күлімжан не жылағаны, не күлгеніне белгісіз кейіппен. Оңбағандар, деді дір-дір етіп тістенген тұнық. Күлімжан арыз жазып ешкімге барып шағымданған жоқ. Және тұныққа да осылай етуін өтінді. Жұртқа жария етіп мұң шаққанымен бәрібір еш нәрсе орнына қайтып келмейді. Олардың емес, менің масқарам шығады деп құрбысын сабырға шақырды. Сөйтіп жабулы қазан жабулы күйінде қала берді. Ал күндер бірінен соң бірін зымырап өте берді. Өмірдің де, табиғаттың да, тіршіліктің де бәрі тамаша. Тек Күлімжанның қайғысының үстіне қайғы жамылып, күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырылды. Сабаққа да зауқы жоқ, ойын күлкіге де. Тек аузына қаламын қыстырып алып, мән-мағынасы түсініксіз шимай шатпақ суреттерін салатында отыратын. Күлімжан әрдайым құстың бейнесін салғанға құмартатын. Қанатын кеңге жайып, көкке самғап бара жатқан құсқа қараған қыздың мұңды жүзіне белгісіз бір жылу жүгіргендей болатын. Құдды бір сұлу көкте қанатын жайып өзі ұшып жүргендей. Күлімжан бір күні құрбысына: «Тұнық, бикешіне барайықшы», деді. «Бикеші? Бірақ сен?» «Билей аламын, қол ұстай билеуге болады ғой», деді Күлімжан қатты өтінген. Тұнық оқып отырған кітабын тастап, құрбысымен бірге бикешіне дайындалды. Екеуі бар жақсысын киіп боянып шықты. Күлімжанның көңіл күйі ерекше еді. Қалалық жердің бикешінің қандай болатындығын ол жұрттан естігенмен ешқашан барып көрмепті. Соны көретініне мәз. Екеуінің әлі ішкі бөлмеге кірмей жатып, музыка үніне құлақтары бітеліп қалды. Жайлап басып ішке енді. Қап-қараңғы. Анда-санда әр жерден бір жарқ еткен жарықтың қолдары ербең-ербең етіп шыңғырған, билеп жатқан қыз жігіттер көрінеді. Көк түтін. Тұныққа бұл ұнай қоймады. Үнсіз жымыңдап алға ұмтылған Күлімжанның соңынан жылжып, ортаға қарай сіңісе берді. Екеуі білеп жүр. Жарық түскенде осыларды байқап қалған жігіттер ақырын жақындай бастады. Жігіттер екеуін ортаға алып, қол жоқ қыздың ебедейсіз қимылына таңдана қарап қалыпты. Қайтамыз дегендеріне қарамай қыздармен ұзақ биледі. Таң атқанша жүрген қыздар жігіттердің кеу-кеуіне қарамай сыртқа шықты.
аяқтары талып қалған, жүруге шамалары жоқ. Екеуі қолтықтасып жатақханаға әзер жетті. Кірген соң сабақтарына дайындалуға да шамалары жетпей, киімдерімен төсекке құлай кетті. Ертесіне бірінші сабақтан ұйықтап қалып, екіншісіне барды. Сабаққа дайын емес. Екі озат студент алғаш рет мұғалімдерінен ескерту алды. Осының бәрі ұйқыда болса да, Гүлімжан кешегі би кешін есіне алып көңілді тұрды. Жұрттың бәрі бұған қарайды, көңіл көтереді, биге шақырады. Не деген көңілді ұрта деп ойлап қояды. Қанша уақыттан бері бұлай қуанбаған. Сабақтан соң бөлмелеріне оралған тұнық сөмкесін төсек үстіне лақтыра салды да: «Құдай ақы, енді би кешіне барсам тұнық атым жоғалсын. Шаршап мұғалімдерден ескерту алып, не азап десейші, ұят болды-ау» деді. «Білесің бе, алмаған ұнады». «Не ұнады?» «Би кеші», деді Гүлімжан ісіп кеткен бет-аузын айнадан қарап, көз алмаған қалпы. «Сен жынданған шығарсың. Мен кеше қайтқанша асығып жүрсем, сен мәзсің. Би кешінің несін ұнатасың?» «Білмеймін, әйтеуір өзіне тартып тұр. Билей берсем дедім. Қанша уақыттан бері бұлай көңілденбеген шығармын». Гүлімжанның жүзі алабұртып тұр. «Енді ол жаққа аяқ баспайсың». «Неге?» «Біріншіден, жарық ұшып кеткен жарық көзіңе зиян. Екіншіден, тарс-тұрс еткен музыка құлағыңа зиян. Үшіншіден, темекінің бұрқыраған иісі бүкіл өміріңе зиян. Ал төртіншіден, жігіттер. Олардың не ойлайтынын білмейсің ғой, солай ма?» «Ту, қойшы енді тізбектемей». «Бесіншіден, ұйқың қанбайды. Алтыншыдан, сабақ оқуға да уақытың болмайды». Жарайды. Ешқайда да бармаймын», дейді Гүлімжан күліп отырып. Бірақ ауызша келіскенмен сонда да кемтар қыздың бар ойы тек би кешінде болды. Тағы барғысы келеді, өзіне көп көңіл бөлетін жігіттермен билегісі келеді. Бірақ құрбысына бұл ойын айтуға бата алмады. Біраз күн өтсе де сол кешті ұмыта алмаған Гүлімжан бір күні тұнықты ағамның үйіне барамын деп алдап би кешіне жалғыз шықты. Жалғыз өзі жолға шыққан қыз би кешіне жаяулатып тартты. Себебі би кешіне жететін ғана ақшасы бар, таксиге жетпейді, және қайтар жолында ойламады. Клубтың ішіне кірген беті сол еді. Бұған бірден көз түскен бір жігіт бұны ортаға қарай ыңғайлап биге шақырды. Қыз қарсыласпады. Жігіт билеп жүріп Гүлімжанның сұлу жүзінен көз ала алмады. Қолына қарап жанды ашты. Екеуі танысып біраз билеген соң Гүлімжанды биге шақырушылар да көбейіп кетті. Бақыттан басы айналған қыз қасындағы танысып жарысып отырған жігітті де ұмытып, әр жігітпен бір билеп кетті. Ыржыңдап күле береді. Қанша күн армандап жүргендегі би кеші ойындағыдай өтіп жатқан. Кенет әлгі мұнымен билеп жүрген жігіттің бірі бұны сыртқа шығуын өтініп ымдады. Бұл оның соңынан ілесті. Олар оңаша шығып әжетханаға қарай жылжыған жігітті көріп, орнына тұрып қалды. Жүрсеңші, әңгімем бар», деді анау қиыла. Ішке кірген қызды анау бас салып аймалап сүйе бастады. Өткендегі мұны зорлаған жігіттер есіне түсіп кеткен Гүлімжан шыңғырып жіберді. Оны баса қойған жігіт жымиып «Тыныш», деді. Құшақтап тұрған қолынан босанғысы келіп жұлқынған қызды босатпастан. Жарайды, төлеймін», деді қынжыла. «Неге?» деді түкке түсінбеген Гүлімжан. «Негесі ақмақ бола қалмашы, міне ақша», деп қалтасынан бұрқыратып көк қағазды суырған жігітке қыз аңырап қарап қалыпты. «Мен қазір киімімді киіп келейін, ал сен осы арада күт, жарай ма?» деді жігіт ішке жүгіре басып кіріп кетті. Гүлімжан бәрін түсініп тұрса да үндемеді. Ойының бәрі әлгі жігіттің көрсеткен ақшаларында. Жігіт Гүлімжанның да киімін кигізіп, оны құшағына қысып машинаның есігін ашып, алдыңғы орындыққа отырғызды. Жолда дүкенге тоқтап ішімдікте және біраз жейтін тағамдар алған жігітке қыз қарап сүйсініп отыр екен. Бұрын-соңды жігітте мұндай сыйластықты көрмеген. Жігітке қарап Гүлімжанның басы айналғандай. «Ешкім жоқ па?» деді қыз аядай бір бөлмелі пәтерге кіріп жатып. «Кім болушы еді? Бір түнге жалдадым емес пе? Екеуміздің оңаша қалдырулары керек қой», деп жігіт мұны құшақтай көтеріп, аяқ киімін шеше-шешпен төсекке қарай әкетіп бара жатты. Ертесіне таң атқан соң машинасымен жатақхананың алдына әкеліп салған жігіт қызға алғысын айтып, қалтасынан ақшасын салып кетті. Гүлімжан көрші қызға айтып есікті ашқызып алды да бөлмесіне кірді. Үстелдің үстінде хат жатыр. Оқыса.
білемін, сен ағаң үйіне барған жоқсың деп жазып астына тұнық қол қойыпты. Сабаққа баруға ерінген Гүлімжан шешінді де көрпенің астына қойып кетті. Бөлме ішіндегі жұпыны заттарды, қаттала жиналып тұрған кітаптарды көргісі келмей көзін жұмып балбырай ұйқыға кетіп бара жатты. Оянса тұнық сабақтан келіп қойыпты. Оянып орнынан тұрып, бұған ештеңе деген жоқ. Тіпті мән беріп қарамады да, қағаз қаламын алып, мен кітапханаға кеттім деді де шығып кетті. Гүлімжан үндемей соңынан қарап қалыпты. Артынша ойына әлдене түскендей жымың ете қалды. Қалтасындағы ақшасын тісімен алып, оның соңынан есікті жай итере салып бұл да шықты. Дүкенге барып жейтін тамақтар тіпті шырынға дейін алды. Сосын ол дүкенші қыздың көмегімен бөлмесіне қайта келді. Аяғын шелектегі суға батырып келісімен ысқылап жуып алды да саусақтарының көмегімен дастархан жасауға кірісті. Бәрін жайнатып тастап құрбысын күтіп отыр. Бір кезде көп күттірместен ол да келді. Құлпырған дастарханды көріп таң қалып тұр. «Келіңіз, ханымым», деп Гүлімжан оны орнынан ұшып тұрып иіліп үстел басына шақырды. «Ақшаны қайдан алдың?» деді тұнық әлденен сезгендей. «Ағам берді. Мен кеше сол үйге бардым ғой, неге сенбейсің, шын айтам», деді Гүлімжан жалынғандай. «Сені қыздар есіктің алдына дейін келіп машинадан түсті деді ғой». «Дұрыс қой енді, ағамның машинасы емес пе? Онда тұрған не бар?» Гүлімжан қызарақтап қалды. «Ағаң қашаннан бері қамқор бола қалған?» деді тұнық қолындағы қағаздарын төсек үстіне қойып жатып. «Соны айтсайшы». Өзінше кешірім сұрап, үйіне келіп, солармен бірге қайта тұруымды өтінді. Мен көнбейтінімді айттым. Жиі келіп тұрайын, бірақ сіздермен бірге тұра алмаймын дедім. «Дұрыс айтқансың, баяғыдан бері ойланса болатын еді ғой», деді тұнықта бұны қоштай. Құрбысының өтірігіне сенген сияқты. Гүлімжан көңілденіп кетті. Анан айтып, мынан айтып мәз. Содан Гүлімжан ағасының үйіне көп барғыштады. Би кешінде жүріп бизнеспен айналыса бастаған бұған тапсырыста көп түсе бастады. Клубтан қайтарда кейде екеу, кейде тіпті 3 жігіттің ортасына кетіп бара жататын. Бірте-бірте жағдай жақсарып, ақшасы көбейіп, бөлмеге тамақты жей алатын болды. Бір күні тұнық бәрін біліп қойды. Соңынан аңдыған ғой. Ертесіне жылап отырып, тұнық Гүлімжанға бәрін айтқан. Неге өтіп кеткенін сұраған. Ондайға құрбысын қимайтын айтқан. Шыдай алмаған Гүлімжан да жылап еді. Енді олай істемеймін, ешқайда шықпаймын деп уәде берген. Бірақ 2-7 уақыт өткен соң онысын қайта қайталаған. Ақыр соң құрбысымен ұрсып тынды. Пәтер жалдап бөлек шығып кетті. Әпкесі қайдасың деп сұраса, ылғи жатақханадамын деп алдайтын. Оқу жайына қалған. Ол жайлы тіпті ойламайтын да. Жан құрбысына қалай көмектесерін білмеген тұнық шырылдап бір күні Гүлімжанның ауылына тартып кеткен. Мән-жайдың барлығынан бейхабар жатқан әкесі мен шешесінің алдына бар шындықты жайып салған. Шешесі талып түсіп, әкесі еңкілдей жылаған. Екеуі соңынан келсе келе, қыздарының аты бүкіл ауылға тарамай тұрғанда, оны осында алып келіп, қадағалап отыруы жөн санаған. Ауылға келіп әкесінен сөз естіген, шешесінен таяқ жеген Гүлімжанның жағдайы күрт төмендеп кетті. Тамаққа еш тәбет жоқ, тек бір орнынан қозғалмай жата береді. Ешкіммен сөйлеспейді. Ақыры болмаған соң үйге дәрігер шақыртқан. Дәрігерлер қызды қалаға әкету керектігін, оны ауруханаға жатқызбаса болмайтындығын айтқан. 2 күн жатқан Гүлімжан түн ішінде ешкімге сездіртпей ауруханадан қашып шыққан. Содан жоғалды ғой. Байғұс әкесі мен шешесінің іздемеген жері жоқ. Тіпті бұның жиі баратын клубына да тексеру жүргізген. Ұшты-күйлі жоқ. Күндіз-түні қызын уайымдап жылай берген шешесі де қан қысымы төмендеп ауруханаға түскен. Гүлімжан ауруханадан қашып шыққан түні клубқа барған. Билеп, әркіммен бір көңіл көтеріп жүрген бұған бір кісінің көзі түскен еді. Үлкен кісі, жасы 40-тан асқан. Ол клубтың шеткі жағындағы бір үстелден орын алыпты. Ішіп отыр. Кенет қасында тұрған көмекшісіне ымдап, ана қызды шақыршы деді. Ол Гүлімжанға түсіндіріп айтып, мұның қасына ертіп әкелді. Сүйкімді қызға қарап отырып, еркек ұзақ сөйледі. Біраз әңгіме айтты. Әлсін-әлсін күрсініп қояды. Бұл еркектің әйелі бар. Ол оны жасырмады. Бірақ отасқандарына 20 жыл болса да, әлі бала сүймеген. Жағдайы жақсы. Білдіріп бір зауыттың бастығы. Өзі тартымды, көздері күлімдеп тұрады. Бүкіл арманым бала сүю.
осыншама дүниені кімге тастарымды білмеймін. Артымда бір тұяқ қалса деп армандаймын деп көзіне жас алды еркек. Гүлімжанның маған бала туып бер, бүткіл жағдайыңды өмірінің соңына дейін жасап берем деп өтінді. Гүлімжан ойланып қалды. Менен туған балам маған құсап кемтар болып туылса ше, деп қыздың сауалына. Сен де өмір сүрушісің ғой, ол да сөйтер. Сен маған ұнап қалдың, осыған келші деп жауап берген. Ойланайын деді Гүлімжан. Сені бүгін алып кетейін, біздің үйге жүр, жақынырақ танысайық, содан соң ойлана жатарсың, деді еркек құдды бір осыдан айырылып қалатындай. Кешке барар жері жоқ екен ойлаған Гүлімжан оған бірден келсе кетті. Үйдің іші өте таза екен. Құнды дүниелер бөлменің сәнін келтіріп ақ тұр. 4 бөлмелі пәтердің ішін аралап жүрген Гүлімжанның аузы ашылып қалыпты. Ылғи жас жігіттермен баратын пәтерлер өте жыбыны, оның үстіне тар болушы еді. Ал мынау Гүлімжан өзін пейіште жүргендей санады. Үлкен кісімен отырып шай ішті. Сізге мен не үшін ұнадым деп сұрады сосын. Оның несін сұрай бересің? Сұлу болғандығың үшін ұнадың. Аға, кешіріңіз, бірақ мен шынымен сұрап тұрмын, деді қыз зілді үнмен. Енді шынымды айтсам, Гүлажан, мен әйелімді қатты жақсы көремін, қимаймын оны. Содан, деді мырс етіп күліп алып кекеткен Гүлімжан. Егер бала туып берсең, оны ақыры өзің баға алмайсың, бізге берсең. Яғни мен баламды одан кейін көрмеймін ғой. Иә, егер көнсең, бірақ мен өзім сенің жағдайыңды жасап келіп тұрамын. Келсесің ғой, ә? Мен ойланамын деп едім ғой, деді қыз тағы сөзін бөліп. Ұйықтар алдында әбден ойланған Гүлімжан еркектің өтінішіне келісуді жөн көрді. Ертесіне оянып таңғы ас ішіп отырған Гүлімжан, мен келістім, деді. Қуаныштан аузындағы тамағын асыға жұтқан еркек қақалып шашалып жөтеліп кетті. Гүлімжан күліп жіберді. Рахмет, деді сосын еркек. Менің тек бір шартым бар. Маған бүгіннен бастап пәтер алып бересіз, өйткені менің баратын үйім жоқ, деді. Ертесіне еркек әйелін ертіп әкеліп бұнымен таныстырды. Әйел ренді екен. Не дегенмен байдың әйелі ғой. Шыттай болып киініп алған және көкірегін көтеріп бұны менсінбей-ақ тұр. Гүлімжан да есесін жібермеді. Ол да тырысып бұған мұрнын шүйіре қарады. Әйел, егер шын ниетіңмен бала туып беру ойыңда болса, басқа еркектермен шатаспайсың. Менің шартым осы, деді. Гүлімжан бір нәрсе айтпақ болып ұмтылып еді, оныкі жөн ғой деп үнсіз қалды. Сонымен осылай келісімге келген Гүлімжан еркекпен бірге жаңа үйге алғашқы түнін өткізді. Іші шермейіп, ай күні жақындап қалған келіншек сайбаққа жалғыз келе жатқан. Алдынан бір жас жігіт қолтықтасып тұнық шыға келді. Алғашында бұл оны танымады. Жігітіне еркелеп қасынан өтіп бара жатқан оған Гүлімжан тұнық, деді. Ол, сәлеметсіз бе, сіз менің атымды атадыңыз ба, деді кенет тоқтай қалып бұған бастан аяқ қарап тұрып. Жаным-ау, Гүлімжан-ау, өзіңсің бе, деп бас салып құшақтай алды. Иә, менмін, деді бұл да жылап тұрып. Екеуі қосыла жылады. Тұнықтың қасындағы жігіт түсінбей қарап қалыпты. Танысып қойыңыздар, бұл Гүлімжан, ал мынау менің жігітім, деді сосын тұнық. Иә, сен ылғи айтушы едің ғой, білем, деді жігіт тұныққа қарап тұрып. Үйге жүрші, менімен бірге. Әбден сағынып қалдым өзіңді. Досыңды да алып жүр, деді Гүлімжан көзінің жасын сүртіп жатып. Жоқ, сендер бара беріңдер. Ақыры сағынып қалыспысыңдар. Сырларыңды бөлсіңдер, кешке хабарласармын, деп жігіт сыртта қалып кетті. Ішіндегі дүние мүлкі түгел жаңа мына 2 бөлмені пәтерге кірген тұнықтың аузы ашылып қалды. Үй қызметшісі де бар екен. Гүлімжанға шәйіне дейін жасап берді. Бүкіл әңгімесінің бәрін айтқан Гүлімжан таң атқанша сөйледі. Ол да жаңалықтарын айтып жатыр. Гүлімжан сөйлесе де екеуі жылайды, ал тұнық сөйлесе екеуі де күледі. Себебі ол бақытты. Басында ешқандай қайғысы жоқ, сүйіктісі жанында. Әңгімелесіп отырып, ұйықтап кеткен тұнықты Гүлімжанның қинала шыңғырған дауысы оятып жіберді. Жүгіріп жанына барса, ол ішім деп ойбайлап жатыр. Толғағы басталып жатыр екен. Жүгіріп телефонға барды. Жедел жәрдем шақыртып, оны перзентханаға алып кетті. Үй қызметшісі хабарланып айтса керек, баланың әкесі әйелімен қоса жүгіріп олар да жетіпті. Гүлімжан ұл босанды. Еркектің қуанышында шек жоқ. Әйелінің бетінен қайта-қайта сүйе береді. Құдды бір Гүлімжан емес, әйелі босанғандай.
ауруханадан шыққан соң Гүлімжанды үйлеріне алып кеткен олар оны баласымен бірге 3 ай бағып қақты. Гүлімжан кішкене нәрестеге қаншалықты көңіл аудармайын десе де, бүйрегі бұрып, бүкіл көңіл ауанының бәрі соған ауып кете беретін. 3 айдан соң еркек бұған мән-жай түсіндіріп, баланы алып басқа мемлекетке ұшатындықтарын айтты. Сәбиіне әбден бауыр басып қалған Гүлімжан қатты жылаған. Жылағанмын нешара. Бастағы келісімнің осылай болған. Олар баланы алып шетелге кетті. Оның жөргектерін, төсегін иіскеп, еңіреп тұрып жылайтын. Сүті де иіп, ісіп кеуіп әбден ауырған. Қиналып жүріп, өз үстіне әбден өкінген. Өкінгенмен нешара. Бәрібір ұлын қайтара алмайды. Олар кеткен соң 5 ай өтпей жатып, арнайы адамдар келіп, Гүлімжаннан пәтерін тартып алған. Арыз жазып артынан жүгіріп еді олардан. Пәтерің сіздің атыңызда емес деген жауап алған. Және ай сайын айлық сықылды алып тұратын қаражат та тоқтатылыпты. Гүлімжан өзінің әбден алданғанын білген. Жылап еңіреп өз отбасына қайта оралған. Олар қайтсын, іштен шыққан шұбар жыланын басқа теппейді ғой. Біраз күн кешірмей жүрді де, артынан бәрін ұмытылып кеткен. Анасы да осыны ойлаумен құса болып төсекке таңылып қалған екен. Орнынан тұра алмайды. Үйінде ауырып біраз жатқан Гүлімжан қалаға қайтып оралып жұмыс іздеді. Салған суреттерін көрмелеріне өткізіп, конкурстарға қатыса бастады. Сөйтіп жүріп, облыс орталығындағы орналасқан музей басшылықтарына суреттер ұнап, олар сол жерге бұны жұмыс қалған. Күндіз-түні тынбай, бүкіл еңбегін жұмысына арнаған Гүлімжанға бір күні баяғы клубта жиі көретін бір жігіт кездесіп қалды. Бұны әдеттегідей кездесуге шақырып еді, көнбеді. Жігіт қанша жалынса да ол айтқаннан қайтпай қасарысқан көрінеді. Жігіт көп ақша ұсынады. Гүлімжан бас тартады. Ашуланған жігіт қызды жұмысының алдынан күтіп алып, қарсыласқанына қарамай алып кетеді. Ертесіне жылап-жылап үйіне оралған қыз 3 аптадан соң өзінің жүкті болып қалатынын білген жоқ. Осыны білгенде Гүлімжан ренжіген жоқ, қайта керісінше қуанды. Себебі енді оның баласын ешкім тартып алмайды. Өзінікі болады, тек өзінікі. Осылай сіңлім, деп Гүлімжан Медбике қызға айтып отырған әңгімесін аяқтады. Медбике қыз жылап отыр. Осы 1-2 аптасында 2 рет келіп, тексеріліп кететін келіншекке көмектескісі келеді. Бірақ қалай? Тек нәрестесін аман-есен босанып алса деп тілейді. Ал мен кеттім деген келіншек орнынан тұрды. Медбике қызбен қоштасып есікке қарай беттеп бара жатқан ол кенет қабырғаға сүйеніп тоқтай қалған. Не болды? Деп көмекке ұмтылған медбикеге қарап. Ішім әкетіп барады, мама, деп отыра кетті. Қазір әпкетай, істе толғақ қой басталып жатқан. Қуаныңыз, деп қуанған медбике бас дәрігердің кабинетіне қарай жүгіре жөнелді.